Екінші нұсқа бірінші есеп. Тиімді тәсілмен есептеңіз дейді. Формула бойынша ашамыз. Алымын 14 қосылған 19. Бірінші жақшада, екіншісінде 14-тің квадраты азайтылған 14 көбейтілген 19 қосылған 19-тың квадраты. Формула бойынша. Бөлшектің бөлімінде 33. Азайтылған 14 көбейтілген 19. Қараңыздар, мына екеуінің қосындысы 33. Екеу бір-бірімен қысқарып кетеді. Мына жердегі 14-тің квадраты, 14 көбейтілген 19, мына жерде де 14 көбейтілген 19. Сонда бізде 2 еселенген деген. 2 көбейтілген 14 көбейтілген 19-ға тең деген сөз. Қосылған 19-дың квадраты. Ол деген сөзіміз 14 азайтылған 19-дың квадраты. Тең, екеуін азайтсақ -5, -5-тің квадраты 25-ке тең. Жауабы 25. Екінші есеп. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Жақшаның сыртына 3-ті шығарамыз, сонда d-ның 3 дәрежесі қосылған 27 болады. 27 бізде 3-тің 3 дәрежесі. d-ның 3 дәрежесі қосылған 3-тің 3 дәрежесі. Енді формула бойынша ашамыз бұны. Тең 3 көбейтілген d қосылған 3. Бірінші жақшада, екінші жақшада d-ның квадраты азайтылған 3d қосылған 3-тің квадраты 9-ға тең. Екіншісі. Мына жердегі өрнегіміз бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша 4d азайтылған 7n-ның квадраты деп тұр. Мына жерге дейін. Енді мына жерден мен 2-ні шығарып тастаймын. 2-ні шығарған кезде қосылған, мына жерде 4-ді азайтылған 7n қалады. Енді 4-ті 7n-ді жақшаның сыртына шығарам. 4-ді қосылған, азайтылған 7n жақшаның сыртына шығарды. Мына жерден біреу қалады. 4-ті квадрат болды ғой бізде. 7n қосылған 2 қалады. Үшінші есеп. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Өрнек берілген. Кейін астында өрнекті ықшамдауымыз керек. В-сында А тең -4-ке болса, онда осы өрнектің мәні 1208-ге тең болатынын дәлелдеңдер дейді. Бірінші өрнекті ықшамдап алайық. Формула бойынша ашамыз. Сонда 9а квадрат азайтылған. Екеуінің көбейтіндісі 21, 2-ге көбейтсек, бізде 42. 42а қосылған 49 болады. Қосылған, мына жерде 64а квадрат. А квадрат минус 9. 3-тің квадраты. Қосылған 42а. Енді біріктіреміз. Мына жерде 64. 8аны 8аға көбейткен кезде. Біріктіреміз. 64 пен 9 қосылып кетеді. Сонда 73 а квадрат шығады. Ал мына жерде 42а мен 42а бір-бірімен қысқарып кетеді екен. Плюс пен минус. Енді 49 азайтылған 9 ол 40-ты береді. Енді осыған В-сында мәнін қоямыз. В бізде А тең 4 дейді. А тең минус 4-ке тең болғанда. Есептеуіміз керек. Сонда 73 көбейтілген минус 4-тің квадраты қосылған 40 деген сөз. Минус 4-ті 16, 16-ға көбейткен кезде 1164 болады. Қосамыз 40-ті 1208-ге тең. Сонда тең деген сөз. Дәлелденді. Төртінші есеп. Екі санның квадраттарының айырымы 64-ке және осы сандардың қосындысын 32-ке тең. Берілген сандарды табыңыз. Сонда x квадрат азайтылған y квадрат тең 64-ке дейді. Сонда x қосылған y 32-ге тең деп тұр. Формула бойынша ашамыз. X азайтылған y, x қосылған y тең 64. X қосылған y тең 32.
Қараңыздар, мен x қосылған y-тің орнына 32-ні қоюыма болады. Сонда x азайтылған y көбейтілген 32 тең 64-ге. X азайтылған y тең 64 бөлінген 32-ге. X азайтылған y тең 2-ге. Енді мына қосылғанда келем. X қосылған y тең 32-ге. Екеуін бір-біріне қосып жіберем. 2x тең 34-ге. X тең, екеуін бөлсек 17-ге. Ал y-іміз, міне, мына бойынша x қосылған y тең 32, y тең 32 азайтылған x. Y тең 32 азайтылған 17. Азайтылған 17. Азайтқан кезде бізде 15-ті береді. Сонда жауабы 17 мен 15.